Байқағансыз ба, теңіз қарақшылары жайлы айтқанда бәріміздің санамызда бірдей кейіпкерлер туындайды. Осы пираттар жайлы зерттей отырып, мен олардың бізге белгілі бейнесі тарихтың өте кішкентай кезеңінде пайда болғанын түсіндім. Осындай тарихтың осындай ғана кезеңінде, яғни 18 ғасырдың басындағы 10 жылдары бізге белгілі болған, бізге таныс пираттар билік еткен. Ал қалған уақыттың барлығында олардың бейнесі мүлдем өзгеше болған. Дәл осы 10 жылдықта бас сүйегі бар қарату және тарихтағы ең танымал қарақшылар пайда болды. Дәл сол кездері көзді байлау, ағаш аяқ және кесілген қолдың орнына орақ тектес затты қою қарақшылықпен тығыз байланысты еді. Бірақ неге дәл осы кезеңдегі теңіз қарақшылары ғана атақты бола алды? Теңіз қарақшылары мыңдаған жылдар бойы болған. Әлі де бар емес пе? Мысалы, ежелгі Рим кезіндегі қарақшылар Цезарды ұрлап әкеткен. Пираттар Цезар үшін төлем алып, оны босатты. Рас, содан кейін олар ұсталып, өлім жазасына кесілді. Осы оқиғаға қарамастан, ежелгі Рим пираттары қандай болғанын кім біледі? Немесе сомалилік теңіз қарақшыларын алайық. Осыдан небәрі 15 жыл бұрын бұл жігіттер Үнді мұхитындағы кемелерді белсенді түрде тонаған. Сіз жаңа жылдық мерекеде сомалилік пираттардың бейнесінде киінген балаларды көргенсіз бе? Әрине жоқ. Біздің барлығымыз нағыз пираттардың қандай болатынын жақсы білеміз. 18 ғасырдың басында Кариб теңізінің пираттары дәл осындай бейнеде болған. Содан бері бүкіл адамзат, оның ішінде мен де, сіз де теңіз қарақшыларын дәл осы бейнеде елестетеміз. Сонда осы Кариб теңізінің қарақшылары тарихта қаларлықтай не істеген? Қарақшылардың қазына толы сандықтарды жансыз аралдарға көмгені рас па? Қара жалау нені білдіреді? Олар немен қоректенді? Ең беделді теңіз қарақшысы жезөкше әйел болғаны рас па? Неліктен теңізшілердің барлығы пират болуға тырысты? Сомалилік теңіз қарақшылары деген кімдер? Қара сақал несімен атақты болды? Бұл бейнеде біз Кариб теңізінің нағыз қарақшысының өмірі мен өлімі туралы айтатын боламыз. Сондай-ақ ежелгі және қазіргі пираттар жайлы да сөз қозғап, ең қызықты деректермен танысамыз. Айтпақшы спойлер, олардың арасында көгілдірлер көп болған. Елестетіп көрейік. Біз Кариб теңізінің қарақшылары туралы фильм көріп отырмыз. Бірақ бұл қандай да бір ертегі емес. Нағыз қан жоса, зорлық, зомбылық, өлімі бар фильм. Өйткені пираттардың өмірі шынында осындай болған. Сонымен 16 ғасырдан бастап Кариб аралдары мен Америка жағалауы, Еуропаны, Африканы және Американы теңіз кемелері арқылы байланыстыратын сауда орталығына айналды. Сауда кемелері қант, темекі, кофе, бағалы металдар мен құлдарды тасымалдады. Осы тауарлардың саудасы сол кезеңдегі 5 ең мықты отаршыл державалар үшін үлкен пайда әкелді. Англия, Франция, Голландия, Испания және Португалия. Теңіз саудасы керемет дамыды. Сонымен бірге теңіз қарақшылары да пайда болды. 18 ғасырдың 20 жылдарында қарақшылық өзінің шарықтау шегіне жетеді. Міне осы пираттар сол кездері нағыз әлемдік дағдарысты ұйымдастырды. Болжам бойынша ол кезде Кариб теңізіндегі қарақшылардың жалпы саны 5000-ға жетті. Осыған дейін де, осыдан кейін де тарихта Кариб қарақшыларының саны 5000-нан аспаған. Міне осы 5 жетекші сауда державалары пираттардың өркендеуінен ең үлкен зардап шекті. Әрине билікте құр қол отырмады. Қарақшылық ең ауыр қылмыстардың біріне айналды. Қарақшылар қолға түскен кезде түрмеге қамалған жоқ. Пираттарға берілетін жалғыз жаза өлім болды. Билік пираттарға қатысты әрбір үкімді мейлінше көп адамға жария етуге тырысты. Және жазаның орындалуына мейлінше көп адамды жинады. Қарақшыларды дарға асу көп жағдайда теңіз жағалауларында, кемелер мен теңізшілер көп шоғырланған орындарда өтетін. Себебі билік теңізшілерге қарақшылықтың соңы қандай болатынын көрсеткісі келді. Яғни, сіз теңіз қарақшысына айналсаңыз, осылай өлесіз дегенді тұспалдады. Көптеген теңізшілер қарақшыларға қызығатын және солардың қатарына қосылуды армандаған. Яғни, қарапайым теңізшілер пиратқа айналып, кейіннен қолға түсетін болса, дарға асылатынын жақсы біледі. Бірақ бәрібір де теңізшілер қарақшы болды. Не үшін? Әрине сіз айтуыңыз мүмкін. Қарапайым теңізші пират бола отырып, тез баюды көздейді деп. Бірақ бұл шындықтан алыс. Қарақшылардың көпшілігі ешқашанда бай бола алмаған. Және олар өздерінің байлықтарын алып, жансыз аралдарда көмбеген. Көптеген теңізшілердің не үшін қылмыскерге айналатынын түсіну үшін 18 ғасырдағы қарапайым теңізшінің өмірімен танысып көрейік. Бұл 27 жасар қарапайым теңізші
Ол кедей отбасыдан шыққан. Бұл жігіт 3 түрлі кемеде қызмет жасай алды. Әскери кемеде, сауда кемесінде немесе құлдарды тасымалдайтын кемеде. 18 ғасырдың басында кеме бір континенттен екінші континентке 100 тонна жүк тасымалдай алатын ең керемет құрал еді. Кемеде сондай-ақ 20 шақты зеңбірек болатын. Дәл осындай кемелер бүкіл әлемнің дамуына негіз болды. Англия, Франция, Голландия, Испания және Португалия сол кездегі ең мықты кемелерді басқара отырып, әлемдегі билеуші державаларға айнала алды. Бірақ осы керемет кемелерді басқарған қарапайым теңізшілердің өмірі сұмдық қиын болған. Біріншіден, ұзақ сапар, төмен жалақы және нашар тамақ. Тіпті сол кездегі теңізшілерде біздің тамақ жүгіре алады деген әзіл әңгіме болған. Ұзақ сапар барысында азық-түлікті балғын етіп сақтау мүмкін емес. Себебі ол замандарда тоңазытқыш болған жоқ. Сәйкесінше азық-түлік тез бұзылып, құрамында жәндіктер көбейді. Екіншіден, мемлекеттік кемелердегі тәртіп өте қатал болған. Теңізшілер қандай да бір қателік жасаса ұрып соғу арқылы жазаланатын. Жазалау үшін арнайы қамшы қолданылды. Бұл қамшы 9 құйрықты мысық деп аталды. Ол арқаннан жасалған. Тұтқаға бекітілген осы 9 шашақты арқанның соңында арнайы түйіндер бар. Соққы кезінде бұл түйіндер терінің бір бөлігін жұлып алады. Жаза орындалу барысында кемедегі бүкіл команда бір жерге жиналды және теңізшіні барлығының көзінше ұрып соққан. Қарапайым тәртіп бұзғаны үшін 100 дүре, ал бүлікшілдік ұйымдастырса 1000 дүре соғылатын. Мұндай жазадан кейін барлығы тірі қала бермейді. Жалпы теңізшілер арасында өлім өте жоғары болды. Теңіз қызметкерлерінің көпшілігі ешқашан қартайғанша өмір сүрмеген. Орташа алғанда сол кездегі теңізші 7-8 жыл ғана өмір сүрді. Яғни 7-8 жыл аралығында адам соғыстан, аурудан немесе ұрып соғудан өлетін. Сондықтан көптеген теңізшілер қарақшылар қатарына қуана қосылатын. Ал пираттардың кемесіндегі өмір мүлдем басқаша ұйымдастырылды. Бұл Бартоломью Робертс немесе Қара Барт. Пираттардың алтын ғасырындағы ең танымал қарақшы. Бірнеше жыл ішінде ол өз командасымен бірге 400-ден астам сауда кемелерін тонады. Қара Барттың арқасында біз бүгін қарақшылардың өмірі жайлы біле аламыз. Қарапайым қарақшылардың көпшілігі кішігірім кемелерді басқаратын. Пираттардың кемелері 80 адамнан және 10 зеңбіректен құралған. Бұл қарапайым сауда кемелеріне шабуыл жасау және тонау үшін жеткілікті. Дегенмен осы кішкентай кеме және 80 адаммен әскери кемелерге шабуыл жасау ақылға қонымсыз. Әскери кемелерге тек Қара Барт сияқты атақты қарақшылар ғана шабуыл жасай алатын. Оның кемесі үлкен еді. 100-ден аса қарақшылары және 50-ге жуық зеңбірегі болған. Қарақшылық кемелерінің сауда немесе әскери кемелерінен ең маңызды ерекшелігі пираттар өздеріне капитан сайлай алатынында болды. Ол заманда негізінде кедейлерде ешқандай таңдау құқығы болмаған. Ал теңізшілердің көпшілігі осы кедей отбасыларынан шыққан еді. Кедей жігіттер қарақшы бола отырып таңдау сайлау құқығына ие болды. Ал бұл өз кезегінде өте үлкен мәртебе. Тіпті капитанның үстінен қарап жүретін, бақылап жүретін бір арнайы адам сайланатын. Сондықтан да пират капитан өзінің қызметін асыра сілтеп қолдана алмайтын. Кез келген пират кез келген уақытта кеменің ортасына шығып бүкіл команданы жинап, кім жаңа капитан сайлағысы келеді деп сұрай алатын. Егер сол кезде команданың көпшілігі қол көтеретін болса, жаңа басшы тағайындалатын. Олжаны бөлуге де ерекше әдіс қолданылды. Мысалы, әскери кемеде капитанның жалақысы қарапайым теңізшінің жалақысынан 100 есе артық болуы мүмкін. Қарақшылар кемесінде команданың ешқайсысы тұрақты жалақы алған жоқ. Пираттардың барлығы үлесте болды. Тоналған олжа бәрінің арасында бірдей бөлінді. Капитанның үлесі басқа қарақшыларға қарағанда бар жоғы 1,5-2 есеге ғана артық болды. Бір сөзбен айтқанда, қарақшылардың кемелерінде демократия мен теңдік орнаған. Сонымен қатар пираттардың арасында ұлтқа, нәсілге, ақ пен қараға бөліну болмаған. Бәрінің құқығы бірдей. Мысалы, көптеген пираттардың командаларында 30, 40, 50, тіпті 60% адамдар қара нәсілділер болған. Бұның себебі де қарапайым. Пираттар көп жағдайда құлдарды тасымалдайтын кемелерге шабуыл жасаған. Осы шабуыл барысында олар құлдарды босатып, өздерінің топтарына қосатын болған. Қызметтегі теңізшілер үшін де, құлдар үшін де осындай кемелердегі жағдайлар өте ауыр, сұмдық болатын. 18 ғасырдағы құлдарды тасымалдаған кемелердегі іс қағаздар сақталған. Сол қағаздар арқылы біз осындай кемелерде күн сайын бір адам қайтыс болғанын біле аламыз. Өлген адамдардың денелері жай ғана теңізге тасталатын.
Осындай сұмдықтарды көрген теңізшілер қуана-қуана өздерін жаулаған қарақшылардың қатарына қосылған. Құрамы көп ұлттан тұрғандықтан билік қарақшыларды барлық ұлттардың зұлымдары деп атаған. Сондай-ақ қарақшылардың арасында көгілдірлер көп болған. Қарақшылардың басым көпшілігі ер адамдардан құралды және көп уақыттарын теңіз ортасында жабық кеменің ішінде өткізетін. Мұндай жағдайларда көгілдірлердің пайда болуы таңғаларлық емес. Сауда немесе әскери кемелерде қатаң тәртіп көп болды. Және еркек пен еркектің арасындағы қарым-қатынасқа тыйым салынды. Ал пираттардың кемелерінде еркіндік едәуір көп, ал шектеулер аз болды. Кей пираттар ұзақ уақытқа созылатын сапардан оралғанша күте алатын шыдамды әйелдерге үйленген. Дегенмен мұндай жағдайлар өте сирек кездесті. Капитан үшін де құрлықта ешкімі жоқ қарақшылардың болғаны тиімді. Әдетте қарақшылар құрлыққа келген кезде кездейсоқ әйелдермен немесе жезөкшелермен кездесетін. Кейде пираттар өз қатарындағы әйел қарақшылармен байланыс құрған. Иә, пираттардың қатарында әйелдер де болған. Көбінесе осындай әйелдер қарақшылардың кемелеріне еркектердің киімін киіп жасырын тап болатын. Оларға өздерінің жынысын жасырып жүруде аса қиынға соққан жоқ. Өйткені қарақшылар киімдерін жиі ауыстыра бермейтін. Енді қарақшылардың иісін елестетіп көрсеңіз де болады. Жалпы әйел өзін жақсы қарақшы ретінде көрсете отырып, кейіннен жынысын жасырмай жүре алатын. Иә, әйел қарақшылар аз болды. Бірақ солардың кейбіреулері өздерінің есімдерін тарихта қалдыра алды. Энн Бони мен Мэри Рид алтын онжылдықтың ең танымал әйел қарақшылары. Энн Бони пиратқа ғашық болып, өз ата-анасының үйін тастап, қарақшыға айналған. Ал Мэри Рид сауда кемесінде қызмет етіп жүріп, пираттардың шабуылына ұшыраған кезде қарақшылардың қатарына ауысқан. Екі әйел де ең танымал қарақшылар беделіне ие болды. Олар ер қарақшылардан асып түспесе кем емес еді. Екеуі де 1720 жылы ұсталды. Содан кейін британдық сот оларға дарға асу үкімін шығарды. Бірақ Энн мен Мэри заңнамадағы қулықты қолданды. Екеуі де сол кезде жүкті болып шықты. Ал заң бала көтеріп жүрген әйелдерді дарға асуға тыйым салған. Босанғанға дейін олар түрмеге жіберілді. Мэри Рид түрмеде безгектен қайтыс болды. Ал Энн Бони жоғалып кетті және оның тағдыры белгісіз. Кейбір мәліметтерге сәйкес ол қашып, қартайғанға дейін өмір сүре алды. Сол онжылдықтағы тағы бір атақты қарақшы, бәріне қара сақал деген лақап атымен танымал болған. Оның шын есімі Эдвард Тич. Неге қара сақал деген сұрақ туындаса, суретіне бір көз салыңыз. Сақалына, түріне қарасаңыз таныс болып көрінбейді ме? Бұл қара сақал капитан Джек Торғайдың кейіпкеріне негіз болған. Бұл адам нағыз аңызға айнала алды. Біріншіден оның бойы өте ұзын болған. 1 метр 80 сантиметр. Иә, қазір бұл өте керемет бір нәтиже емес, келсем. Дегенмен, сол замандағы ер адамның орташа бой ұзындығы 1,5 метр ғана болған. Басқа кемені басып алмас бұрын Эдвард Тич сақалы мен шашына арнайы жанғыш ұнтақ себетін. Содан кейін сақал шашын өртеп, жаудың кемесіне секіріп түсетін. Бұны көрген жау қорыққанынан бұтына жібере жаздайтын. Қара сақал өзінің түрімен жауға: «Мен сенің ең сұмдық қорқынышыңмын. Беріл, немесе өл», дегенді көрсетті. Бір қызығы, осы қара сақал тарихтағы ең мықты қарақшы болған жоқ. Басып алынған кемелердің саны бойынша ол жоғарыда айтылған Бартоломеу Робертстен әлде қайда төмен болды. Бірақ оның ең басты ерекшелігі керемет харизмасында. Осы ерекшелігінің арқасында қара сақал көптеген көркем шығармаларда сипатталған. Кітаптардан кейін сериалдар мен ойындарда бейнесі пайда бола бастады. Қара сақал жауларын қорқыту үшін тағы бір әдіс қолданды: қара жалау. Планетадағы кез келген адам бас сүйегі мен сүйектері бар қара ту қарақшылардың символы екенін біледі. Осы жалауда дәл сол пираттардың белең алған 10 жылдығында пайда болды. Яғни 1716 жылдан 1726 жыл аралығында. Не үшін пираттардың жалауларында бас сүйек және сүйектер бейнеленген? Сауда және әскери кемелерінде капитанның арнайы борт журналдары бар еді. Сол журналдарға капитан жүзу барысында болған ең маңызды оқиғаларды жазып отыратын. Оның ішінде теңізшілердің өлімі туралы ақпарат та бар. Теңізшілердің өлімі туралы ақпарат осы журналға қысқаша белгіленді. Теңізшінің аты жазылды және жанына бас сүйек пен сүйектің суреті салынды. Бұл өлімнің белгісі, яғни қара тудағы сүйектер өлімді білдіреді. Осындай қара туды алыстан байқаған теңізшілер өлімнің жақын екенін түсінген. Әрине, бұл өз кезегінде теңізшілердің рухына кері әсерін тигізген. Қарақшыларда адамгершілік бола бермеген және қарсыластарына жауыздық танытқан. Иә, көптеген қарақшылар кемені басып алып тонағаннан кейін теңізшілерді жіберетін.
Бірақ пираттардың арасында тұтқындарын аяусыз өлтіретіндер де аз емес еді. Айтпақшы, барлық қарақшылар жалауларында бас сүйек пен сүйектерді қолданған жоқ. Пират туларының ондаған түрі бар. Әрбір қарақшы кемесінде өз белгілері болған. Бірақ барлығында бас сүйек, қаңқа, қылыш және құм сағаты секілді суреттер қайталанатын. Құм сағаты оларға уақыттың шектеулі екенін еске салып тұратын. Қарақшылар өмірлерінің қысқа екенін жақсы түсінді. Қарапайым теңізшілер секілді олар да 7-8 жыл, кейде тіпті одан да аз өмір сүретін. Әртүрлі елдердің билігі қарақшыларды белсенді түрде ұстап алып, дарға асып отыратын. Аурулар мен ауыр жарақаттарды қарақшыларда көп кездесетін. Сондықтан қарақшы бейнесінде ағаш аяқ, қолдың орнына ілмек немесе көзге арналған таңғыш пайда болды. Қарақшылар көзге арналған таңғышты көру қабілетін бейімдеу үшін қолданды деген болжам бар. Олар кеменің жарық бөлігінде жүрген кезде бір көздерін байлап алатын. Одан кейін кеменің қараңғы бөлмелеріне түскен кезде жаңалдегі байланған көзді шешіп, айналасын бейімделусіз-ақ жақсы көре бастаған. Бұл не үшін қажет болды дейсіз ғой? Енді көзіңізге елестетіп көріңіз. Қарақшылар бір кемеге шабуыл жасады. Бастапқыда шайқас кеменің жарық бөлігінде жүріп жатты. Одан кейін шайқас кеменің қараңғы бөлмесіне ауысты. Қараңғы бөлмесіне кірген кезде қарақшы сәл күте тұрыңдаршы, менің көзім тез-тез бейімделіп алсыншы, одан кейін шайқасамыз демейді ғой. Ол жаңағыдай қараңғы бөлмеге түскен кезде өзінің жабық көзін шешеді, ешқандай бейімделусіз-ақ шайқасып кете береді. Негізінде бұны өзіңіз үйде тексеріп көрсеңіз де болады. Жаңағыдай далада жүрген кезде бір көзіңізді жауып алыңыз. Бірнеше минуттан кейін үйдің қараңғы бөлмесіне кіріп, жабық көзіңізді ашыңыз. Сол кезде сіздің жабық тұрған көзіңіз ашық тұрған көзіңізге қарағанда бірден жақсы көре бастайды. Сондықтан да осы деректердің барлығын ескере отырып, жоғарыда айтылған болжам орынды деуге болады. Дегенмен де қарақшылардың көпшілігі өздерінің көздерін жарақаттардың салдарынан ораған болса керек. Жай ғана көзіңізге екі кеменің шабуылын елестетіп көріңіз. Кемелер бір-біріне зеңбірек оқтарын жаудыра бастайды. Зеңбірек оғы кеменің ағаш шанағына үлкен жылдамдықпен соғылады. Салдарынан әртүрлі мөлшердегі өткір сынықтар жан-жаққа шашылып, адамдардың денелерін жарақаттайды. Осы себептен де көптеген қарақшылардың денелерінде жарақаттар болған. Мысалы, қол, аяқ, соның ішінде көзде бар. Дегенмен барлық кемшіліктерді ескере отырып, пираттардың өмірі қысқа және қауіпті екенін түсіне отырып, көптеген теңізшілер қарақшыларға айналды. Себебі олар бостандықты таңдады. Дәл осы бостандық, еркіндік пираттардың өсіп өркендеуіне, көбеюіне басты септігін тигізді. Олар жүйеге қарсы шықты. Өмірлері қысқа болғанымен, сол қысқа өмірді қалай сүру керектігін өздері таңдады. Капитандарын өздері сайлады. Ұлтшылдық болмады. Ал кедей, таңдауы жоқ қара халық оларға қызығушылықпен таңдана қарады. Ақсүйектер болса пираттарды басып, жаншып, жоюға тырысты. Осы жоғарыда айтылған деректердің барлығын ескеретін болсақ, пираттардың қазыналарды жинап, жансыз аралдарға жасырғаны туралы деректерді аңыз деп айтсақ та болады. Біріншіден, бұған ешқандай құжаттық дәлел жоқ. Екіншіден, егер сіздің өміріңіз қысқа болса, байлықты жинап, оны жасырып не қажеті бар? Сондықтан да пираттар бүгін тонаған байлықтарын ертесіне барып жағалаудағы қыздармен уақыттарын өткізіп, яғни жүзікшелермен кездесіп, арақ шарап, ішіп, тез-тез құртып тастауға тырысатын. Олар болашағын мүлдем ойлаған жоқ, тек бүгінгі күнмен өмір сүрген. Билік те құр қол отырмады. Олардың қарақшыларды ұстау әрекеттері өз жемістерін бере бастады. Алтын ғасыр тез аяқталып, 1720 жылдың ортасына қарай белгілі қарақшылардың көпшілігі өлтірілді, немесе өлім жазасына кесілді. Сол жылдары ең танымал қарақшылар жасаған тонау мен кісі өлтіру тарихы атты маңызды кітап шығады. Дәл осы кітапта алтын ғасырдың ең маңызды қарақшыларының өмірі алғаш рет егжей-тегжейлі сипатталған. Міне осы сипаттамалар бойынша кітаптар жазылды. Кейіннен фильмдер түсірілді. Осы фильмдердің кесірінен біздің санамыздағы пираттардың бейнесі бала кезімізден қалыптасқан. Енді біз пираттарды басқаша елестете де алмаймыз. Ежелгі замандағы адамдар алыс қашықтыққа жүзетін желкенді жүк кемелерін соғып үйренген кезеңдермен қатар алғашқы пираттар да пайда болды. Бастапқыда бұл кемелердің арасында ешқандай соғыс болмаған, себебі зеңбіректер жоқ еді. Пираттар жүк кемелеріне қуып жетіп, одан кейін олардың бортына ілмегі бар арқандарды лақтырып, сол арқандар арқылы өрмелеп өтіп, қоян қолтық шайқасатын болған. Негізінде ең алғашқы теңіз қарақшылары кемелерді жағалауға жақын орналасқан елді мекендерді тонау үшін қолданған.
Сондай-ақ олар беделді адамдарды ұрлап, ақша бопсалаумен де айналысты. Бірде теңіз қарақшылары тіпті жас Юлий Цезарды қызметшілерімен бірге ұрлап әкеткен. Қарақшылар Цезар үшін төлем ретінде 20 талант ақша талап етті. Бірақ Цезар аз ақша талап еткендеріне өкпелеп, кем дегенде 50 талант тұратынын айтты. Қарақшылар бұл бағаға келісті. Цезар жеке дәрігерімен 2 көмекшісін қалдырып, қалғандарын ақша алып келуге жіберді. Цезар қызметшілерін күтіп отырғанда өлең жазып, оларды қарақшыларға оқып беретін. Егер қарақшылар өлеңді ұнатпаса, онда Цезар оларды жабайылар деп атап, кейін дарға асуға уәде еткен. Қарақшылар Цезардың кім екенін білмеді, сондықтан мұның бәрін әзіл ретінде қабылдады. Содан кейін қызметшілер төлеммен оралды, және Цезар босатылды. Еліне оралған Цезар әскери кемелерін жинап, қарақшылардың аралына барады. Оның адамдары жаңағы қарақшылардың көпшілігін өлтіреді. Ал аман қалғандарын тұтқынға алып, өзінің еліне әкеліп, дарға асып қояды. Қарақшылар айтарлықтай еркіндікке ие болғанымен, олардың арасында да сұмдық жазалаулар мен адам өлтірудің қатыгез түрлері бар. Сондай өлім жазасының бірінші түрі тақтайда серуендеу деп аталады. Ұзын тақтай алынды, бір ұшы кемеге бекітілді, ал екінші ұшы теңіз үстінде салбырап тұрды. Тұтқын осы ағаш тақтайдың үстімен жүруге мәжбүр. Оны жүруге итермелеу үшін қылышпен қорқытады. Ақыры бақытсыз тұтқын суға құлап, мұхитқа батып өледі. Өлім жазасының тағы бір тәсілі. Тұтқын кішкентай жансыз аралға бір ғана пышақпен қалдырылады. Бұл өте кішкентай арал болғандықтан, тұщы судың, жемістері бар ағаштардың және жануарлардың болмауына байланысты өмір сүру мүмкін емес. Сондықтан адам шөлдеп, қарны ашып, суық немесе ыстықтан баяу өлген. Әрине, мұндай адамдарды өтіп бара жатқан басқа кеме құтқаруы да мүмкін. Бірақ мұндай жағдайлар өте сирек. Сондай-ақ қарақшылар өздерінің арасындағы кінәлі адамды кеменің діңгегіне іліп қоятын болған. Бұл әдетте бүлік шығаруға тырысқан қарақшыларға қолданылатын жаза. Ол өлгенше сол діңгекте басқа қарақшыларға ескертпе ретінде ілініп тұратын еді. Көзге арналған таңғышпен қатар пираттардың айрықша белгілеріне құлаққа тағылған сырға, қолдың орнына ілмек, аяқтың орнына таяқшаны да жатқыза аламыз. Қарақшылар негізінде өте ырымшыл адам болған. Сондықтан құлаққа тағылған сырға жай ғана әшекей болған жоқ. Олар құлаққа сырға таға отырып, суға батып кетуден қорғанамыз деп сенді. Екінші себеп, қарақшылар кез келген сәтте соғыс барысында өліп, денелері теңізге лақтырылуы мүмкін. Денесі жағалауға келіп соғылған кезде оны тапқан адам құлағындағы сырғаны төлем ретінде алып, жерлеу рәсімін ұйымдастырады деп үміттенген. Дегенмен ол кездегі адамдар аса жанашыр болмаған. Сірә өтіп бара жатқан адам мәйіттегі сырғаны алып, әрі қарай жүре берер еді. Сондай-ақ қарақшылар өздерінің сырғаларына құлақ бітегішті байлап қойған деген ақпарат та бар. Олар бұл құлақ бітегішті зеңбіректен ату барысында қолданған. Бұл өз кезегінде құлақтың есту қабілетін сақтауға көмектесті. Пират бейнесіндегі келесі ерекшелік, қолдың орнына ілмек, немесе аяқтың орнына ағаш протез. Қарақшылар аяқ қолдарынан көп жағдайда шайқастың салдарынан емес, инфекция салдарынан айырылып қалатын. Егер қарақшыға мылтық атылып, оның денесіне оқ тиген болса, онда оқпен бірге қарақшының лас киімінен матаның бір бөлігі жараға түсетін. Дәрігер оқты жарадан алып тастауы мүмкін. Бірақ жұмсақ мата бөлігін ала алмайды. Мата жара ішінде шіріп, іріңдеді. Сондықтан бүкіл дене шіріп кетпесі үшін жарақат алған қол немесе аяқ кесілген. Ал оның орнына ағаш протез тағылды. Енді теңіз қарақшыларының тазалығына келетін болсақ, пираттар негізінде өте сирек жуынатын. Жуынған күннің өзінде олар ешқандай сабынды қолданбай, теңіз суына бір малынып шығатын еді. Оның өзін кеме жағалауға жақын тұрған кезде ғана жасайтын. Қарақшылар өте ырымшыл болғандықтан, олар әртүрлі теңіз құбыжықтарынан қатты қорқады. Сондықтан да ешқашан олар мұхиттың ортасында тұрған кезде теңіз суына шомылмаған. Сондай-ақ мұхитта шомылуға толқындар кедергі келтірді, және жыртқыш балықтардың да қаупі бар. Киімдерін болса бірнеше ай бойы киіп жүрді. Бұл киім олардың теріне, зәріне, қанына және басқа адамдардың қанына малынған. Киім портқа келгенде ғана жуылды. Осы себептен де теңіз қарақшыларын ең сасық қылмыскерлер деп атай аламыз. Қарақшылардың дәретханасы кеменің алдыңғы жағында орналасқан. Бұл негізінен ауылдағы әжетхана секілді болды, яғни тесігі бар тақталар. Қарақшылардың нәжістері бірден теңізге тасталатын. Үлкен толқындар, дауылдар кезінде осындай дәретханаға бару мүмкін болмады. Сондықтан мұқтаждықтарын бөлмелеріндегі шелектерге жіберетін. Содан кейін бұл шелектер ашық ауа райында теңізге төгілген. Қарақшылардың кемелері әртүрлі паразиттер, бүргелер және егеу құйрықтарға толы болған. Қарақшылардың ас мәзірі тек бірнеше тағамнан тұратын. Ол замандарда тоңазытқыш немесе консервілер болған жоқ.
Әдетте олар нан үгіндісі немесе кептірілген етпен қоректенді. Осыған байланысты олар жиі цинга ауруына шалдығатын еді. Цинга ауруы ағзаға С дәрумені жетіспеген кезде туындайды. Цинга ауруына шалдыққан науқастың тістері түсіп, денесі көгеріп, ісіп және буындары ауыра бастайды. Ол заманда бұл ауруды тек қана цитрусты жемістерді жеп, оңай жеңуге болатынын білмеген. Содан кейін цинга жұқпалы ауру деп саналды. 1600 жылдан 1800 жылға дейін миллионнан астам теңізші цингадан қайтыс болды. Бұл осы уақытқа дейінгі теңіз шайқастарында мерт болған адамдардан да көп. Жалпы қарақшыларда өлімнің негізгі себебі жарақат емес, аурулар мен тамақтанудың бұзылуы болды. Айтпақшы, қарақшылар әрқашан мас болған. Мұның себебі мынада: кемелердегі тұщы су ағаш бөшкелерде сақталды. Онда ол тез бұзылып, дәмі жағымсыз болды. Сондай-ақ мұндай судан улану қаупі бар. Сондықтан бұл суға белгілі бір мөлшерде шарап қосылды. Міне осылайша су ішуге қауіпсіз. Сонымен қатар дәмі де жақсарды. Сондықтан қарақшылар әрқашан мас болған. Өйткені оларда су ішудің басқа жолы жоқ еді. Салдарынан пираттардың көпшілігі шарап ішуді әдетке айналдырып, құрлыққа келген кезде де маскүнемдіктен арыла алмады. Жалпы бұл қарақшыларға ғана емес, барлық теңізшілерге қатысты. Адамзат тарихындағы ең беделді теңіз қарақшысы әйел адамы болған. Ол өзінің қарақшылық істерімен Кариб теңізінде емес, 19 ғасырда Қытай жағалауында айналысқан. Тарих оны Джен ханым ретінде таниды. Ол бастапқыда кемеде орналасқан жезөкшелер үйінде жұмыс істеді. Сол жезөкшелер үйінде ол қарақшы капитаны Джен Имен кездесіп, оған тұрмысқа шығады. Осылайша ол Джен ханымға айналды. Сол кездегі көптеген қытайлық балықшылар балық маусымы аяқталған кезде қарақшылықпен айналысатын болған. Капитан Дженнің қарақшылары да дәл осындай балықшылардан құралған. Алайда дауыл кезінде Джен кемеден құлап суға батып өлді. Капитанның орнын әйелі алды. Джен ханым керемет көшбасшы болып шықты. Ол басқа қарақшылармен келіссөздер жүргізіп, өзара тиімді ынтымақтастық шарттарын жасады. Нәтижесінде өте үлкен қарақшылар тобы пайда болды. Соның барлығы Джен ханымның қарамағында қызмет етті. Капитандық мансабының шыңында Джен ханым 1,5 мыңнан астам кемеден тұратын флотты басқарды. Оның қарамағында 17 мың қарақшы болды. Ол қарақшыларға арналған мінез-құлық кодексін жазды. Әртүрлі қылмыстар үшін жазалар тағайындалды. Ол сондай-ақ ұрланған олжаның барлығын кеменің ортасына жинауды бұйырды. Осылайша олжа барлығының көз алдында болды және ешкім артығын қалтасына жасыра алмады. Бұл олжаның тең бөлінуіне кепіл еді. Ол тұтқындағы әйелдерді зорлауға болмайтын қатаң ереже енгізді. Қарақшылар тұтқындағы әйелдерге үйлене алатын. Бірақ бұл жағдайда қарақшыларға басқа қыздармен жатып, әйелінің көзіне шөп салуға тыйым салынды. Джен ханым Қытайдың теңіз әскерімен, Португалия империясының кемелерімен, сондай-ақ Ост-Инд компаниясының флотымен белсенді соғысқан. Джен ханымның қарақшылық мансабы қалай аяқталды деп ойлайсыздар? Ол дарға асылды ма? Жоқ. Қытай билігі олармен күресуден шаршады. Сондықтан олар барлық қарақшыларға рақымшылық жасауды ұсынды және осы күнге дейін тонаған мүліктерін сақтап қалуға рұқсат берді. Джен ханым барлық қарақшылармен бірге бұл ұсынысқа келісті. Небәрі өзінің 38 жасында Джен қарақшылықтан бас тартып, жағалауға жақын жерде өзінің казиносын ашып, қартайғанша жайбарақат өмір сүрді. Ол 68 жасында қайтыс болды. Теңіз қарақшылары біздің заманда да кездеседі. Мен қазір Африка елдерінің қарақшылары туралы айтып отырмын. Солардың ішіндегі ең атақтылары сомалилік қарақшылар. Олар өздерінің кіп-кішкентай моторлы қайықтарымен теңізге шығып, үлкен кемелерді басып алып, төлем талап етеді. Сомали бұл өте кедей ел. Шын мәнінде бұл тіпті ел емес, бір-бірімен соғысып жатқан әртүрлі тайпалардан тұратын аумақ. Биліктің өзі елдің бүкіл аумағын толық бақылай алмайды. Сомалидің көптеген тұрғындары балық аулайды. Бірақ балық аулау байлыққа әкелмейді. Сондықтан кейбір балықшылар қылмыс жолына түсіп, Сомали қарақшыларына айналды. Олар шағын моторлы қайықтарына отырып, өздерімен бірге қару-жарақ алып, мұхитқа шығады. Онда олар сауда кемелерін іздеп, басып алады. Басып алу үшін олар кемені қуып жетіп, бортына ілмектерді лақтырып, жоғары көтеріліп, кеменің экипажын кепілге алып, содан кейін осы кемеге иелік еткен компаниядан төлем талап етеді. Кеме экипажының мүшелері қарақшыларға тек екі жолмен қарсы тұра алады. Қарақшылардың қайықтары жете алмайтындай жылдам жүреді, немесе су атқыштардың көмегімен қарақшыларды қуады. Алайда қарақшылар кемеге көтерілсе, экипаж ештеңе істей алмайды, және олар үшін төлем төленгенше тұтқында отырады. Көбінесе осындай төлем шынымен төленді. Миллиондаған доллар төлем алған қарақшылардың саны көбейе бастаған.
Қарақшылар әскери кемелерге тұтқынға түссе де, заң бойынша оларға еш нәрсе болмаған. Қарақшылар қайтадан Сомали жағалауына тасталған. Жазасыздыққа үйренген сомалиліктер қайтадан қарақшылығын бастайтын. Бірақ 2011 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Сомали аумағында қарақшылыққа қарсы әскери кемелерді көбейтті. Нәтижесінде Сомали жағалауындағы қарақшылық мүлдем жойылды. 2012 жылдан бері бұл аймақта ешқандай кеме басып алынбаған. Міне осындай оқиға. Егер осы сәтке дейін көрген болсаңыз, сізге өте үлкен алғыс айтамын. Сіз үшін қызықты шығарылымдарды жасау маған үлкен мәртебе. Лүпіл басып, пікір жазып, қолдау көрсетуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.